Көз ақысын беру деген не? Ырым-тыйымнан қоса наным-сенімдер де таусылмайтын халқымыздың керемет тәрбие беретін, өнеге ететін танымал түсініктер адамдық болмыстан аттамауға шақырады. Сан ғасырлар бойы маңызын жоймай келе жатқан дәстүрлердің ішінде де кейде елеусіз қалдыратын, бірақ астарына үңіліп қарасақ, мейірімділік пен жанашырлыққа, бауырмалдыққа тәрбиелейтін салттар көп-ақ. Солардың бірі көз ақысы деп аталатын дәстүр. Көз ақысын беру керек, әйтпесе береке мен несібе қашады деген түсінік бар. Ал бұл дәстүрді қазіргі күнде көпшілік сақтай бермейді. Өйткені көз ақысы дегеннің не екенін де түсінбейді. Көз тиюмен шатастырмау керек, бірақ екеуінің ұқсастығы да жоқ емес. Бұл әсіресе балаларға қатысты. Балалар көргеннен қызыққанын алу керек. Баланың меселін қайтармауды білетін, түсінетін жан болса жақсы ғой. Өйткені бала деген бұйымның сатып алынатынын, ол үшін ақша төлеу керектігін әрине түсінбейді. Әрқайсыңыздың өміріңізде осындай жағдайлардың кемінде біреуі кездескен шығар. Бала ғой деп үйімізге қонаққа келген балаға тәтті ұсынып, немесе киім-кешекпен қуантуға тырысамыз. Ал дүкенде немесе базарда қиқылықты салып, көргенін алып бер деп, дүйім жұрттың көзінше концерт қоятын қиқыр балдарды да жолықтырып қаламыз. Сондай кездері көз ақысы деген түсінетін біреу болса, баланың көңілін табуға тырысады. Ырыздығын қақпайды. Әрине, базарда бейтаныс адамдардан мұны талап ету де дұрыс емес. Сондықтан баланы базарда ертіп жүрген кезде барынша көңілін тоқ етуді ойлаған дұрыс. Біреуде бар, біреуде жоқ. Ішер асына әзер қаражат тауып жүргендер мен бір сәбидің тырнағына зар қаншама адам бар. Оларды ойлаған адам өзіндегі бармен мақтанып, жұрттың көзін қызықтырып немесе көре алмастығын туындатудан сақтану керек. Бұған мысалды алыстан келтірмей-ақ, әлеуметтік желіні ашсаңыз жеткілікті. Ішкен жегеннен бастап, киген киіміне, шет елге саяхаттағанына мақтанатын пенделеріміз-ақ көп-ақ. Масаттанғаннан болар. Бірақ мастанып, міне қараңыздаршы, мен қандаймын деп кеудені керу, басқалардың қызығушылығы мен қоса қызғанышын да тудыру мүмкін ғой. Егер көз ақысын бере алмасаңыз, барынша жасырын болсын. Дүние мүлкіңізді, бала шағаңызды сот көздерден сақтаңыз. Жесір әйелдің көзінше күйеуіңізді айтып, жетім баланың көзінше ата-анаңызды айтып, кедейдің көзінше байлығыңызды айтып, мүгедектің жанында денсаулығыңызды айтып, мақтану адамгершіліктен алыстататын, жүректі қартайтады. Сондықтан қашанда жаныңыздағы адамдарға құрметтеп, жақсы мәміледе болыңыз. Қолыңыздан келіп жатса, шын мұқтаж адамға көмек беріп, көз ақысын беріп тұрыңыз. Достар, менің ырым-тыйымнан қоса наным-сенімдерім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.